Қайырлы күн, мен Тұрдыбеков Асылбек, Рудный Тау-Кен технологиялық колледжінің 2-ші курс студентімін. Мен сіздерді өзімнің бизнес моделімен таныстыратын боламын. Менің бизнес моделімнің атауы стартап фоторамка жасау. Мен өз жобамды бизнес модель командасымен қорғайтын боламын. Басты құндылықтар: адамдарға есте қаларлық сәттерін ерекше әрі сәнді түрде сақтауға мүмкіндік беру. Осы мақсатқа біз жеке дизайнмен жасалған сапалы фоторамкалар ұсынамыз. Әр рамка қолмен жасалған бірегей және эстетикалық әдемі өнім. Ол кез келген интерьерге үйлесімді сән береді. Біздің өнімдер тек әдемі рамка ғана емес, сонымен қатар креативті сыйлық және интерьер элементі бола алады. Сонымен қатар тұтынушыларға өз қалауынша есім, дата немесе сурет қосу арқылы рамканы жеке тапсырыспен безендіру мүмкіндігі беріледі. Тұтынушылар сегментіне мен жастар мен студенттерді, отбасылар мен мерекелік агенттерді, компанияларды кіргіздім. Олар біздің жұмыстарымызды декор мен естелік сыйлықтар үшін қолдана алады. Өзара әрекеттесу арналарында мен әлеуметтік желілерде жарнама жасаймын және достар мен таныстар арқылы ауызша жарнама жасау арқылы тапсырыстарды онлайн қабылдаймын. Жәрмеңкелер мен көрмелерде өнімді сатамын. Клиенттермен қарым-қатынас: жеке тапсырыстар бойынша кеңес беремін, әр клиентке ерекше дизайн жасаймын, тұрақты клиенттерге жеңілдіктер мен бонустар болады. Кері байланыс пен пікірлер арқылы өз жобамды жақсартамын. Кіріс ағынына дайын фоторамкаларды сату, жеке тапсырыстар, мерекелік және корпоративтік тапсырыстардың қосымша табыс, онлайн жарнама арқылы сатылымдарды арттыру кіреді. Негізгі ресурстарға материалдар, фотосуреттер, құрал-жабдықтар, шебердің еңбегі және онлайн жарнама кіреді. Негізгі әрекеттерге рамканы жобалау және жасау, фото басып шығару және орнату, жарнама және әлеуметтік желіде контент дайындау, тапсырыстарды қабылдау және жеткізіп, қаптау және клиентке ұсыну кіреді. Біздің негізгі серіктестеріміз ол материал жеткізушілер, фотосалондар, тасымалдаушылар, жарнама серіктестері және маркетплейстер. Шығындар құрылымы материалдардан, жұмысшылардың еңбек ақысынан, қосымша шығындардан тұрады.